Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Қалам мен лаухының жаралуы. Одан соң оң көзінен 2 тамшы тамды. Одан лаухы мен қалам жаралды. Ұлық Алла қаламға «Жаз» деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны лаухыдағы тағдыр тақтасына тіздірді. Оған лаухы махфуз деп ат берді. Қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхамбет деп жазды. Қалам жазып болып, «Бұл кімнің есімі?» деді. Ұлық Алла: «Ей, қалам, әдепті бол. Бұл есімді ерекше құрметпен айтуды бұйырам. Мұхамбеттің нұры болмағанда сен де жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып, махаббатыма суарылмас едің. Оған құрмет көрсет және салауат айт» деді. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, 1000 жыл бойы қорқыныштан дірілдеп, жаза алмай тұрып қалды. Өзіне қайта келген соң Мұхамбеттің қасына салауатты қосып жазды. Осыдан бастап Мұхамбет пайғамбардың аты аталса, салауат қоса жолданатын парыз шықты. Сосын қаламға: «Ей, қалам, барлық пайғамбардың үмбетінің болашақ тағдырын жаз» деп бұйырды. Қалам жаза бастады. Ұлық Алла айтты: «Бірінші адам пайғамбардың үмбетінен бастап жаз. Кімде-кім жақын бауырын сүйетін болса, оны жәннат бақшасына кіргіземін. Ал егер мал үшін арын сатып, кісі баласының қанын ішетін болса, тозаққа тастаймын. Нұхтың үмбетін жаз. Кім оның насихатын тыңдап, ар-ожданды биік ұстанса, пейіштен орын сыйлаймын. Ал азғындыққа салынып, ар-иманын саудаға салса, оған тозағым дайын. Ыбырайымның үмбетін жаз. Кім оны мойындап, жомарттық пен қайырымдылыққа құмар болса, Кәусар бұлағынан қанып ішеді. Дүние қоңыздықтан жалған дін жасаса, тозақта ішкені у мен захар болады. Мұсаның үмбетін жаз. Кімде-кім пұтқа табынбай, Алланы бір деп біліп, надандықпен күресетін болса, жұмағыма кіргіземін. Егер ілімді аяқ асты таптап, зорлық-зомбылыққа үйір болса, тозаққа тамызық етемін. Ғайсаның үмбетін жаз. Кімде-кім жүрегін махаббатқа байласа, пақырлықтан қорықпаса, оны хорлар күтіп алады. Егер сатқындық пен аярлықты елге зорлап танытатын болса, жайы жаһаннамда болады» деді. Осылайша ұлық Алла барша пайғамбардың үмбетін жаздыра берді. 124 000 пайғамбардың үмбеті түгел жазылып болды. Ең соңғы кезек Мұхамбеттің үмбетіне келді. Қалам, ұлық Алланың әмірін күтпестен, егер кімде-кім жүрегін таза ұстап, Алланың алдына кіршіксіз жүрекпен келсе, оны пейішпен қуантам. Мұхамбеттің қарабет үмбеті Алланың атын жамылып, адам өлтіретін болса, дінді бетперде етіп қан төгетін болса, ар-намысты аяққа таптап, дінді былғайтын болса, тамұқтың түбіне тастаймын деп жаза бастап еді. Ұлық Алла: «Ей, қалам!» деді әмірлі дауыспен. Қалам қорқып кетті. «Ей, қалам!» деді тағы да нықтап. «Асықпа, әдепті бол. Бұлар әлемдердің рахымы болатын Мұхамбеттің үмбеті». Қалам өзінің әдепсіздік жасағанын түсінді. Алланың қаһарлы әмірінен қорқып кетіп, 2-ге жарылды. Тағы да 2000 жыл бойына зәре-құты қалмай дірілдеп тұрды. Содан бастап қалам 2-ге жарылмаса жаза алмайтын қасиетке ие болды. Ол есін жиған соң: «Ей, мейірімді ұлық ием, не деп жазайын?» деді. Алла тағала: «Мұхамбеттің үмбеті ең қиын кезеңде өмір сүреді. Ол кезде дін ұстаған, шоқ ұстағанмен бірдей болады. Ұстаса қолы күйеді, тастаса иманы кетеді. Сол заманда жерлер жақындайды, теңіздер тартылады, дәстүрі тәрк болады, дүние қоңыздық сәнге айналады. Бүкіл бұзық пен қызық жердің бетіне шығады. Дүниеде бұрын-соңды болмаған әлем-жәлем қызыл-жасыл түрге енеді. Сол кезде уақыт 3 есеге қысқарады.
Адамдар құлшылыққа уақыт таппай қиналады. Мұндай шырғалаңнан діннің турасын тауып, әділдік үшін күресу екінің біріне нәсіп болмайды. Бірақ сонда да олардың арасында арды күзетіп, әділеттікті түзететін дидар талап құлдарым болады. Олар мені сүйеді, мен оларды сүйем. Табанды құлдарым момындарға жұмсақ, қара ниет залымдарға қатал келеді. Елдің өсек аяңынан қорықпай, хақтың ілімін таратуға тырыса береді. Оларға пейіштен де бөлек артықша нығметтерім бар. Ол менің дидарым. Қияметте менің дидарымнан асқан қызық та, нығмет те болмайды, деді. Қалам аса илтипатпен жазып жатты. Ұлық Алла, заманның қыспағынан ғапылдыққа бой алдырған Мұхаммедтің үмбеті көп болады. Оларға Мұхаммедтің шапағаты нығметін нәсіп етемін. Себебі мен әділетті Құдаймын. Бірақ шарты сол, олар пайғамбарына салауат айтсын. Мұхаммедті өзінің туған ата-анасынан да артық жақсы көретін дәрежеге жетсін. Кешірім сұраса, тәубесін сол мезетте Мұхаммедтің құрметіне қабыл етемін, деді. Сол кезде болашақ үмбетінің қиын тағдырын біліп тұрған пайғамбардың нұры, Алланың шапағат нығметін естігенде шаттанып, «Я мейірімді Алла, мен саған ризамын» деп емірене тіл қатты.